Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжі. Абдунабиева Зарина Мақсұтжановна, психология пән оқытушысы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы дәрігерлік әдеп, яғни этика. Бүгін сабақ жоспарымыз дәрігерлік этика немесе деонтология ғылымы, медициналық этиканың бағыттары, медициналық этиканың қағидалары, деонтология ғылымының маңызы. Дәрігерлік этика латын тілінен алғанда адамгершілікті зерделеу немесе медициналық деонтология. Яғни бұл медициналық қызметкерлердің кәсіби міндеттерін орындау барысындағы этикалық нормалар мен қағидаттар жиынтығы. Алғаш рет Гиппократ өзінің атақты антында дәрігер ұстанымының моральдық, этикалық және адамгершілік нормаларын белгіледі. Гиппократтың ұлылығы бәрінен бұрын адамгершілікті алғаш шығаруында ол адамды табиғаттың тәжі деп санады. Деонтология ұғымын 19 ғасырдың басында ағылшын философы Джереми Бентам дәрігердің кәсіби ұстанымы туралы шарт ретінде дағдыға енгізді. Медициналық этика практикалық, ғылыми бөлінсе, практикалық кәсіби медициналық қызмет барысында этикалық нормалар мен ережелерді қалыптастыру және қолдану міндеті болып табылатын медициналық тәжірибе саласы. Ғылыми, яғни медициналық қызметкерлердің жұмысының этикалық және адамгершілік аспектілерін зерттейтін медициналық ғылым тарауы. Медициналық этика үш негізгі бағыт бойынша тұлғааралық қарым-қатынастардың әртүрлі мәселелерін зерделейді және шешеді. Яғни медициналық қызметкер емделуші қарым-қатынасы, медициналық қызметкер мен медициналық қызметкерлердің қарым-қатынасы, медициналық қызметкер емделушінің туысқандары, жақындарымен қарым-қатынасы. Медицина қызметкері емделуші арасындағы қарым-қатынастар медицина қызметкері емделушімен сабырлы, әрі ашық, жарқын сөйлеуге міндетті. Дөрекі, тұрпайы немесе тым ресми сөйлеуге тыйым салынады. Науқастарға сіз деп және аты мен әкесінің атын атап сөйлескен жөн. Науқастың жанында тұрып оның диагнозын, емдеу жоспарын талқылауға, палатадағы өзге де науқастардың денсаулығын әңгімелеуге тыйым салынады. Күрделі және ауыр сындыратын ем-шараларды бастамас бұрын медицина қызметкері осы ем-шаралардың мәнін, мағынасын және қажеттілігін түсінікті түрде науқасқа түсіндіруі және тыныштандыруы қажет. Медицина қызметкері емделушінің туысқандар арасындағы қарым-қатынастар ұстанымдылықты, сабырлылықты, тыныштықты және әдептілікті сақтауы қажет. Күрделі науқастарды күтушілерге ем-шара мен манипуляцияларды дұрыс орындау тәртібін түсіндіруі тиіс. Қойылған сұрақтарға сабырлы жауап беруі қажет. Күрделі науқаста дұрыс күте білуі ережелерін шыдамдылықпен үйретуі тиіс. Медицина қызметкерімен арасындағы қарым-қатынастар. Өз ұжымдастарымен жұмыс істеу барысында дөрекілікке, тұрпайылыққа жол бермеуі тиіс. Қандай да бір ескертулер науқас болмаған уақытта әдепті түрде айтылуы тиіс. Тәжірибелері мол медицина қызметкерлері жас мамандарға тәлімгерлік көмек көрсетулері қажет. 4 этикалық қағидаттар: қайырымдылық, автономия, әділеттілік, толыққанды медициналық көмек. Қайырымдылық қағидаты мен емделушіге мейіріммен қараймын, немесе ең болмағанда зиян келтірмеймін. Қайырымдылық дегеніміз емделушіге зерек және ілтипатты көзқараспен қарау, науқас денсаулық жағдайының күрделілігі мен барабар емдеудің оңтайлы әдістерін таңдау. Емделушінің медициналық араласуға дайындығын және қабілеттілігі. Ең бастысы, медициналық қызметкердің кез келген әрекеті нақты емделушінің жағдайын жақсартуға бағытталуы шарт. Автономия қағидаты әрбір емделушіге және оның шешімдерін сыйластықпен қарауды талап етеді. Кез келген адам мақсат ретінде қарастырылғанмен, сол мақсатқа жеткізетін құрал ретінде қарастырылмайды. Медициналық көмектің құпиялылықты, емделушінің мәдениетін, дінін, саяси және өзге де көзқарастарын сыйлау, медициналық шара қолдануларға ақпаратты келісім беру, күтуді бірлесе жоспарлау және жүзеге асыру. Сонымен қатар, емделушінің өз бетімен шешім қабылдауы, немесе осы емделушінің заңды өкілінің шешім қабылдауы сынды аспектілер автономия қағидатымен байланысты. Әділдік қағидаты медицина қызметкерлерінің мәртебесіне, әлеуметтік жағдайына, мамандығына және сыртқы ахуалдарға қарамастан барлық емделушілерге бірдей қарау және бәріне бірдей көмек көрсету.
Осы қағидат сондай-ақ медициналық қызметкер қандай бір көмек көрсетсе де, оның әрекеттері емделушіге және өзге де тұлғаларға нұқсан келтірмеуі тиіс. Емделуші мен оның туыстары немесе өзге де медицина қызметкерлері арасындағы кикілжің туындаған жағдайларда осы қағидатты басшылыққа ала отырып, емделушінің мүддесін қорғауымыз қажет. Толыққанды медициналық көмек көрсету қағидаты. Кәсіби медициналық көмекті және емделушіге кәсіби көзқарасты сапалы диагностикалау және емдеу жүргізу үшін денсаулық сақтаудың барлық мүмкіндігін қолдануды, профилактикалық шараларды және паллиативті көмек көрсетуді көздейді. Осы қағидат денсаулық сақтау саласына қатысты барлық заңнамалық нормалардың сақталуын, сонымен қатар этикалық кодекстің барлық ережелерінің сақталуын талап етеді. Медицина қызметкерлерінің рухани жауапкершілігі оның медициналық этиканың барлық қағидаттарын сақтауын тұспалдайды. Медицина қызметкерінің өзін-өзі ұстау мәдениеті. Ішкі мәдениет. Сыпайылық, қарапайымдық, шынайылық адамның әсемдігін және күшін білдіреді. Шынайылық медицина қызметкерінің ең жоғары деңгейі. Ішкі белгілерінің негізі. Цицерон айтқан шынайылықты екі бастауы бар. Бұл ешкімге зиян келтірмеу және қоғамға пайда келтіру. Шындық медицина қызметкерінің барлық ісінің негізі болуы керек. Күнделікті істеген ісінің және ойының негізі. Мейірім жақсы адамның ішкі мәдениетінің негізгі қасиеті. Бұл қоршаған ортадағы адамдарға жақсы көзқараспен, оларды қайғы-мұңын түсініп, қажет жағдайда көмек көрсетуге сөзі мен ісімен дайын тұратын адам. Сыртқы мәдениет. Сыртқы көрінісі. Медицина қызметкерлерінің сыртқы көрінісіне және киімдеріне қойылатын талап тазалық және қарапайымдық. Бояулардың және тым сәндеуіш заттардың аздығы, аппақ халат, қалпақ және екінші ауыстыруға арналған аяқ киім. Киімі, бет-әлпеті, өзін-өзі ұстауы медицина қызметкерлерінің науқастарға мән беруі қасиетін білдіреді. Есте сақтаңыздар, медициналық киім әшекейлеуді қажет етпейді. Ол өзі адамға жақсы әсер тигізеді. Міндеттерін атқарғанда тазалықты, қатаңдықты білдіреді. Егер дәрігердің түрі қорқынышты, отыруы сүйкімсіз, міндет етіп сөйлесе, науқастарға сені білдірмейді. Медициналық қызметкер өзін қарапайым ұстап, ұстамды және түсінікті сөйлеу керек. Сөйлеу мәдениеті сыртқы мәдениеттің екінші негізгі бөлігі болып табылады. Медицина қызметкерінің сөзі қатты емес, түсінікті, эмоционалды болу керек. Көбіне медицина қызметкерлерінің сөздері науқастардың құлағына жағымсыз болады. Сондықтан оларға науқастар сенімсіздікпен қарайды. Медицина қызметкерлерінің мұндай қылықтары науқастардан алыстатып, кері көзқарас туғызады. Дәрігерлік этиканың маңызы. Дәрігерлік этика бұл медицина қызметкерлеріне жоғары гуманистік, моральдық, этикалық талаптар, кәсіби деңгейін ұдайы жетілдіру, патриотизмге тәрбиелеу мен қалыптастырудың халыққа өз ісі мен парызына берілгендік негізі болып табылады. Сырқатты емдеу барысында дәрігердің диетологиялық әдістерді оңтайлы қолдануы емделушінің бойында да дерттің емге көнетіндігі туралы сенім мен үмітті нығайтады. Сондай-ақ медицина қызметкерінің жоғары кәсіби дайындығының дәлелі болып есептеледі. Осыменен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатты болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.